Баку метросы 1967 жылы алғаш іске қосылған екен. 3 линиядан 27 станциядан тұрады. Әзірге ұзындығы 40 километрді құрайды. СССР кезінде Ленин метросы деп аталған. Метрода 41 эскалатор жұмыс жасайды. Осы метромен қатынау үшін Баки карта керек болады. Бір бағытқа жүру құны жарты манат. Ал картаны толтыру өте оп-оңай. Метрода осындай терминалдар толып тұр. Қазір мына Баки картаны қалай толтырамыз, соны көрсетемін. Осылай келеміз и картаны мына жерге қоямыз. Менде 30 қалған екен. Қазір ақша саламыз. Біреу салам. Өте жерден салып жібердім. Біреу түседі. Уже менде 4 поездкаға ақша бар. Алып алам. Бірде 30. Болды, осылай толтырылады.